Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен Зухра. Сіздермен зефирлі гүл рецебімен бөлісетін боламын. Бізге ол үшін қажетті ингредиенттер: вишневый сок, мед, секер және клубничный джем, агар-агар және жұмыртқаның ағы. Алдымен бізге мынандай сотейник керек болады. Ол сотейникке біздер 130 грамм согымызды құямыз. Оған 4 грамм агар-агарымызды өлшеп саламыз. Оның үстіне 130 грамм секерімізді саламыз. Және 40 грамм медімізді саламыз. Барлығын жақсы етіп араластырамыз. Әзірге қоя тұрамыз. Бізге мынандай табақша керек. Бұл табақшаға біздер ақуызымыз бен джемімізді салатын боламыз. 40 грамм ақуыз және 65 грамм махей джемін саламыз. Миксермен жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Сотейнигімізді өте жай отқа қойып араластырамыз. Ол жай асықпай суы керек. Себебі ішіндегі секеріміз толық еріп үлгеруі керек. Және үнемі осылай араластырып бұлғап отыруымыз керек. Астындағы агар-агар жабысып қалмауы керек. Енді қайнағанша күтеміз. 3 литрлік кастрөлге осындай 1 литрлік су құйып, астына от жағып, алдын ала қайнатып дайындап қоямыз. Сиробымыз әлі қайнамады, бірақ ішіндегі секері толық еріген. Енді қайнату үшін астын көбейтемін. Қайнаған соң астын азайтып 5 минут қайнатамыз. Бұлғап отыруды ұмытпаңыз. Қайнап тұрған кастрөліміз бен суымыздың үстіне табақшамызды қойып, қайнап тұрған сиробымызды өте жай сызықпен ақуызымызға құямыз және құйып тұрып миксерлейміз. Ұзақ миксерлемеңіз, шамамен 15-30 секунд жеткілікті. Дайын болған зефирімізді кондитерлік қапқа саламыз. Мен диаметрі 5 сантиметрлік қызғалдақ насаткасын қолдандым. Сіздер 4 немесе 4,5 насаткалы қолдансаңыз да болады.
Зефирімізді осылай қойып қою қажет. Бұл кішкене суу керек. Ыстық күйінде жасайтын болсақ, зефиріміз дұрыс шықпайды. Дайын болған әдемі зефирімізді 12 немесе 24 сағатқа кептіруге қоямыз. Бөлме температурасында тұру қажет. Келесі видеоларда букет жасап үйрететін боламын, және зефирлерді қалай әдемі орналастыру керектігін түсіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осындай әдемі дайын болған зефирімізді 12 немесе 24 сағатқа кептіруге қоямыз. Бөлме температурасында тұруы қажет. Келесі видеоларда букет жасап үйрететін боламын, және зефирлерді қалай әдемі орналастыру керектігін түсіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.